Армысыздар достар, біздің бес әлеуметтік бастамаға қоғамдық бақылау бойынша жүргізу грант аясындағы сұхбаттарымызды жалғастырудамыз. Бүгінгі біздің қонақта облыс орталығы Тараз қаласы әкімдігінің тұрғын үй қатынастары жөніндегі бөлімінің басшысы Ғазиз Нұрлан Ералиевпен сұхбаттасатын боламыз. Осы бүгінгі таңда тұрғын үй бойынша бақытты отбасы бағдарламасы бойынша өте келелі және біздің 8 ай бойынша зерделеген түрлі мәселелеріміз бойынша тікесінен ұялмай бар жинаған ақпараттарымызды, сауалдарымызды қоятын боламыз. Сіздер бізден ажырамай осы видеоны тікелей соңына дейін көріп шығуларыңызды сұраймын. Рахмет. Енді осы бүгінгі таңда біздің зерделеп келіп біле алғанымыз 7-20-25 бағдарламасы бойынша беріліп жатқан пәтерлер бірінші қабат пен бесінші қабаттан ғана берілуде. Неліктен? Неге 7-20-25 бағдарламасы арқылы тұрғындар екінші, үшінші немесе төртінші қабаттан үй алмай жүр, пәтер алмай жүр? Бұл жерде басты аталған үйлер кредит есебінен соғылғандықтан бірінші кезекте тұрғын үй жинақ банкісі салымшылары арасында оның бәрі пулға түсіп сатылымға түсті. Сол тұрғын үй жинақ банкінің азаматтары, клиенттері өздеріне арнайы ұнаған бірінші, екінші, үшінші қабаттағы одан бөлек тең бөлмелі, 3 бөлме, 4 бөлмелі пәтерлерді таңдап сатып алды. Одан қалғаны, мысалы бізде осы 7-20-25 бағдарламасын жүзеге асыру мақсатында 2018 жылы 19 қарашада арнайы жұмыс фронт офис дейміз ғой, жұмыс орны болып табылатын Қойгелді көшесі 173-ші мекен-жайда бізде фронт офис бар. Ол жерде күнделікті банк қызметкерімен осы біздің қызметкерлер отыр. Күнделікті келген азаматтарға толық нақтылай сол жерде түсінік жұмыстарын жүргізіп отыр. Және банк қызметкерлері сол жерде азаматтың төлем қабілеттігін растап, ары-бері сандалтқызбай, сол жерден растап есептеп беріп отырады. Егер төлем қабілеттігі толық расталған жағдайда, ол жерде азаматтар өздері барып, қалған осы пәтерлерді көріп өздері ұнағанын таңдайды. Енді оның көбісі бірінші немесе бесінші қабаттағылар қалған. Басында бізде екінші, үшінші қабаттар өтті, болды. Оның бәрі уже сатылымға кетіп қалды. Қазір бізде нақты 180 пәтер болып сатылмай тұр. Бұл жерде 15-ші мөлтек ауданында нақты біз уже 115 пәтер толығымен саттық. Қазіргі уақытта облыс құрылыс басқармасынан осы тұрғын үй сертификатын бөлу механизмі қарастырылып отыр. Мысалы, егер бізде осы тұрғын үй кезегінде тұрған азаматтар төлем қабілеттігі расталып жатса, мысалы, мемлекеттік бюджеттік ұйым қызметкерлері, сол кезде оның 10%-ын осы жергілікті атқарушы бюджет есебінен төленеді, кредиттік ретінде беріледі. Сонымен қатар бізде биыл республикамызда осы Жилстройсбербанк арқылы бақытты отбасы бағдарламасы нұрлы жер аясында 2% жеңілдікпен жылдық үстемақысы, оның бастапқы жарнасы 10% және қайтару мерзімі 19 жылға есептелген бақытты отбасы бағдарламасы жүзеге асырылды. Ол жерде тек қана осы тұрғын үй кезегінде тұрған 3 ғана санат бойынша жолдама берілген болатын. Оның ішінде ол ең біріншіден көп балалы отбасылар, екінші толық емес отбасылар және мүгедек асыраушысы бар отбасыларға осы бағдарлама аясында қатысуға болатын. Біз маусым, тамыз айларында 950 отбасына жолдама бердік. Банк өкілдері оның төлем қабілеттігін есептеп растады. Оның ішінде төлем қабілеттігі расталған 350 адамға мақұлданды.
осы 7-20-25 бағдарламасы бойынша бірінші этаж бен бесінші этаж емес, сол бағдарлама бойынша негізі біз зерделей келдік. Анау Жилстройсбербанктен жинаған адамның мен мынау 7-20-25 бағдарламасы арқылы 20% бар қолындағы адамның заң алдында құқы бірдей. Бірақтан бірінші приоритет қазіргі уақытта Жилстройсбербанктың жинақтаған адамдар алып кетіп жатыр. Енді осы 7-20-25 бағдарламасымен алатын азаматтардың құқықтарын көтеру үшін, олардың құқықтарын толықтай сақтау үшін не істесек болады? Бұл жерде негізі жоспар бойынша биыл өздеріңізге мәлім 30 тамыз күні 15 мөлтек ауданда 9 кредиттік үй берілді. Енді қазір осы пәтердің таратылуы, бөлігі Жилстройсбербанкта қарастырылып отыр. Солардың азаматтар толық алып біткеннен кейін ол жерде жоспар бойынша 70% Жилстройға берілген, 30% 7-20-25-ке қарастырылған. Сол қалған 30% пәтері 7-20-25 бағдарламасы аясында іске асырылады. Ол жерде бірінші де, екінші де, үшінші қабатта да пәтер болады. Алдағы уақытта? Алдағы уақытта ондай берілетін болса керемет. Екен сіз күнделікті халықтың күнделікті күйбінің күнделікті үйге жеткізе алмай адамдар сіз күнделікті көресіз, солармен жолығасыз, бәрі сіздерге келеді, әкімге келеді, әкім сізді алып жүреді, бұл очередьте тұр ма, басқа ма. Сол кезде біздегі халық мүмкін 7-20-25 бағдарламасын әлі түсіне алмай жатқан шығар, мүмкін сода бар шығар мәселе, жаңағы 180 пәтердің өтпей жатқандығы туралы. Бұл жерде басты өтпей жатқаны халықтың төлем қабілеттігі расталмайды. Өйткені бүгінгі күнге әр отбасының атында 2-3 несие бар. Кезінде кейбір төлемеген, АТФ банкі кезінде Альянс банк болған. Сол жерде 300 мың төлемей, 500 мың төлемей тастап кеткен. Төлем қабілеттігі сол кезде болса да, бірақ бір-біріне жалған ақпарат беріп, ол банк кешіреді, төлемей қойған азаматтар бар. Енді сол кредиттік тарихын зерделей келіп отқанда сол басты проблема болып шығып отыр. Бүгінгі күні егерде азамат алатын болса, оның айлығы 7-20-25-тен 100 мыңнан кем болмау керек. Егер оның табыс көзі жетпей отса, ол өзіне гарант кепілдік ретінде өзінің туысқанын ағайын тарта алады. Бірақ бұл жерде басты мәселе ешкім 25 жыл бойы өзінің бауырына да гарант болғысы келмейді. Осы басты мәселе. Одан бөлек бізде қазір тек қана бір бөлме, екі бөлмелі пәтерлер қалып отыр. Оның ішінде мысалы 3-4 бөлме іздеп отқан азаматтар бар. Көбісі пәтердің шаршы метрі тар дейді. Мақұл, енді пәтердің сапасы қалай? Енді құрылысқа келсек, ол бұл жерде тапсырыс беруші Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі, бұл жерде толыққанды құрылыс басынан аяғына дейін авторлық, техникалық қадағалаумен толық жүргізілуде. Егерде пайдалану барысында, дұрыс пайдалану барысында үйлердің ақауы анықталған жағдайда, әр үйге соққан мердігер ұйым 3 жыл кепілдік мерзімін берген. Осы мерзімде арыз шағымданса, сол мердігер ұйым барып үйін тегін жұмыс істеп береді, кемшіліктерді жояды. Ал енді қайтарып осы 7-25-ке рахмет қайтарып берген адамдар бар ма? Нені қайтарып? Үйді, пәтерді қайтарып берген? Жоқ. Артқа қараймын, алмайын деп па? Алмаймын. Жоқ, ондай азаматтар. Мүлдем жоқ, бәрі алып өздері төлеп тұрып отыр. Енді жаппай енді халықтың осы жастардың тұрғын үйге қол жеткізудің бір үлкен септігі 7-20-25 қазіргі бақыт жанұя сіз айтып отқан. Одан алдағы уақытта облыс әкімдігінің дайындап отқан пилоттық жобасы бар ғой, сіз жаңа айтқан кімнің құрылыс басқармасының 8 жатақханасы болып отыр. Иә, 8 жатақхана плюс 99% мемлекет төлеп, тек қана 1% ғана адам өзі төлейтіндей
бұл жағдайға қазір проект дайындап жатыр ғой. тұрғын үй сертификат туралы айтып отырсыз ғой. Иә. Бұл жерде осы алда қазан айында облыстық мәслихат шешім сессиясында қаралады. Мысалы бақытты отбасы болсын, сол жерде осы үш санаттағы азаматтың 10% бастапқы жарна төлеуге шамасы жетпеген азаматтарға, егер олар мына жаңадан салынған үйлерден первичный жилье дейміз ғой, бастапқы құрылыстан пәтер алған жағдайда сол 10%-дың 99%-ын жергілікті бюджеттен төлеуге сертификат беріледі. Бағдарлама әкімшілігі бұл жерде құрылыс басқармасы болып анықталды. Мысалы, қарапайым сөзбен айтқанда, алып отқан пәтер 10 миллион теңге болса, сол пәтерді алушы отбасы 1 миллион теңге бастапқы жарна төлеу керек. Сол 1 миллионның өтініш білдірген азамат, осы бақытты отбасы аясында алып отқан көп балалы немесе толық емес отбасы, немесе мүгедек балалы асыраушы отбасы құрылыс басқармасына өтініш жасаса, 990 мың теңгесін ол жергілікті бюджеттен құрылыс басқармасы тұрғын үй сертификатын береді. Енді сол сертификатты алу үшін бірінші ол банкке бару керек, Бірінші ол банкке төлем қабілеттігін расталып, мақұлдану керек. Одан кейін бізге келеді, біздегі бар үйдің ішінде, мысалы, қазір 15-ші мөлтек ауданында 180 пәтер қалып тұр, одан бөлек Арай 2 алқабында 44 тұрғын үй қалып тұр. Енді ол жерде банк дегенде екінші деңгейлі банктер ме, немесе Жилстройсбербанк? Бақытты отбасы ол тек қана Жилстройсбербанк арқылы жүзеге асырылады. Екінші деңгейдегі 6 банк бізде ол тек қана 7-20-25 бағдарламасы аясында жүзеге асырылып отыр. Бұл жерде 7-20-25 бағдарламасына атсалушы адам, то есть қатысқан адам, осы мемлекеттік қордан тұрғын үй кезегіне мұқтаж азамат ретінде тұрса, ол жерде 11 санаты бар. Оған 10%-ын, 99%-ын сертификат кредит ретінде беріледі. 15 жылға 1 жылдық пайызы 100-ден 1% қосылады. 0,1% годовой. Қаған жаңағы бақытты отбасы бағдарламасы бойынша ол Жилстройсбербанкке барып өзінің төлем қабілеттілігін туралы справкасын алады, сіздерге келеді, сіздерден құжаттар өткізеді, одан кейін құрылыс басқармасына барып құжаттар өткізеді ма? Бірінен алу үшін ол 3 еді, одан кейін пәтер ол қазір таңдайды ма, или сіздерден кейін барып таңдайды ма? Пәтерді біз ұсынған қазір тұрған пәтерлерді, өйткені банк оған 3 ай мерзім береді ғой. Ол имеет право өзінің құқығы жоқ. Бірінші жаңадан соғылған үйден таңдауға, сол жағдайда сертификат беріледі. Ал егер маған ол жаңа үйден, мысалы 15-ші мөлтек ауданы, одан керек емес, мен мына екінші нарықта тұрған осы ескі мөлтек аудан, шағын ауданның ішінен таңдаса, онда ол 10%-ды өз қалтасынан төлейді. Сөйтіп таңдаған үйін, жер үй болсын, көп пәтерлі тұрғын үй болсын, өз таңдауға қалаулы. Ол әр азамат өз шешім қабылдайды. Керемет. Бүгінгі таңда тұрғын үй мәселесіне жергілікті билік, атқарушы билік болсын, өте көп жұмыс үй тұрғызып жатқанда біздің көзіміз жетіп отыр. Біз өзіміз де көріп жүрміз, өйткені ол үйлердің сапасын енді ол енді құрылыс басқармасына қоярмыз, бірақтан қол жеткізу әдісіне біз ары қарай түсіндіріп жеткізуіміз керек, өйткені бағдарлама көп. Бірақтан қайсысы екенін ажырату өте адам шатасады, көп не істейді. Біреу анаған жүреді, біреу мынаған жүреді, тұрғын үй құрылыс жинақ банкіне барып очередьқа тұрып 4 сағаттан кейін 5 сағаттан очередь бірақ келеді, ол қазір өте қиын болып жатыр. Бізде оны жасын тұтынушы арқылы көзіміз жетті. Біз бардық, өзіміз көрдік, ол жаққа барып ақпарат алу өте қиын. Сіздердің жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз, ары қарай қызмет жасай беріңіздер. Алдағы уақытта осы тікелей эфиріміз біздің әлеуметтік желіде, Facebook, YouTube каналдарымызға шығатын болады. Осы бақытты отбасы туралы, осы сертификат туралы алдағы уақытта біз де өзіміздің жарнамамызды беріп, халықтың, тұрғындардың ары қарай атсалысып
жұмыс жасауларына күш жұмсайтын боламыз. Сіздің осындай алтындай уақытыңызды бөліп бізге сұхбат беруге келіскеніңізге алғыс білдіремін. Ғазиз Нұрланұлымен келелі сұхбат болды деп білемін. Алдағы уақытта осы бақытты отбасы туралы, алдағы уақытта осы сертификат алудың темаларын барынша ашықтығын қамтамасыз етуге біз өз жағымыздан септігіміз тигіземін деп айта аламын. Өйткені бұл жерде нағыз қажетті отбасыларға, қажет жанұяларға берілсін деген ниетпен ашықтық саясатты ары қарай жалғастыратын боламын. Біздің сұхбаттарды үзбей ары қарай көріп жүрулеріңізге шақырамын. Рахмет.